құрметті ұстаздар, құрметті бүгінгі сайысқа қатысып отырған оқушылар. Бүгінгі мектебіміздің кітапханасында баспалдағы білімнің бастауыштан аталған атты 10 күндік іс-шарада оқуға құштар мектеп жобасы аясында өткелі отырған білімді мыңды жыра сайысына қош келдіңіздер, ашық деп жариялаймыз. Балалар, бүгінгі іс-шарамыз білімді мыңды жыра деп аталады. Қалай ойлайсыңдар? Білімді мыңды жырады дегенде кімді, қандай адамдарды ойлайсыңдар? Қандай адамдарды айтамыз білімді мыңды жырады деп? Кім айта қойшы? Ақылды, білімді, еңбекқор, білімді, ақылды, еңбекқор, тәртіпті адамдарды айтамыз. Тағы кімде қандай ой бар? Кім айта қойшы? Білімді, ақылды, зергер, ойы зерек адамдарды айтамыз. Жарайсың, тағы кімде қандай ой бар? Кім айта қойшы? Ақылгөй деген адам, ол ақылгөй адам, жақсы адам, дана адам, ақылды, ақылында шек жоқ адамды айтады. Сол кісілер, сол адамдар мыңды жырады екен. Тағы да кімде қандай ой бар? Кім айта қойшы, айтамыз? Тапқыр, алдына келген кедергілерді өзінің тапқырлығымен шешеді. Жарайсың, тағы да кімде қандай ой бар? Шешен, ғалым, және де өте білімді, өзінің білімділігімен болады, және еңбекқор болады. Өте жақсы, жарайсың. Тағы кімде қандай ой бар? Кім айта қойшы? Оқыңдар айта беріңдер. Бұл өз еңбегін мақтай алатын адамдар. Өте жақсы, болды ма? Жақсы, жарайсыңдар. Иә, бұл ұғым біздің халқымызда адамның алғырлығына, білімділігіне, біліктілігіне, тапқырлығына, талантына, еңбекқорлығына, тағы да басқа қасиеттеріне байланысты айтылады екен. Ал ендеше өз арамызда осы атауға лайықты оқушыны анықтауға кірісейік. Қазылар орнықтырар әділдікті, кімдердің жауаптары кәміл шықты, білім мен тапқырлықтың жарысында жеңіске жетер дейміз нағыз мықты. Сайысымызды бастамас бұрын балалар, сіздердің жауаптарыңызды, тапсырмаларыңызды орындауларыңызды қадағалап, әділ бағасын беретін әділ қазылармен таныстырайық. Бүгінгі біздің әділ қазыларымыз мектебіміздің оқу жөніндегі орынбасары Байғарай кешіресіз. Және де оқу жөнінің орынбасары Мақсұт Зарауқбай. Ал балалар, енді сайыста сендерге әртүрлі қызықты тапсырмалар болады, сұрақтар ұсынылады сендерге. Сайыста сендердің жеңу үшін сендер белсенділік танытып, берілген сұрақтарға тезірек ойланып, шапшаң жауап берулері керек. Тапсырмаларды тез әрі дұрыс орындауға тиіссіңдер. Сондықтан сайыс кезінде өте ұқыпты, ойларыңды жинақталған болу керек. Және тәртіп сақталған жөн. Ақындардың өлеңдерін мәнерлеп оқулары қажет. Ендігі бүгінгі сайысымыздың жоспарымен таныстырайын. Ақын жазушылардың бірінші кезең, ақын жазушылардың өлеңдерін мәнерлеп оқу. Екінші кезеңіміз тым жылдам сұрақ-жауап кезеңі көрінді. Үшінші кезең мақалды жалғасты. Төртінші кезеңіміз суретке қарап эссе жазу. Әлекей келіңдер, біріне бірін еріңдер, біліміңді тексеріп, ойынға қатысып көріңдер. Ал кәнеке оқушылар барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Өлеңге көңілін тоярсың, өлеңді қайтып қоясың. Сен айтқанда толғанып, іштегі дертті жаярсың. Деп ұлы ақынымыз Абай атамыз айтқандай, ендігі кезеңді мәнерлеп оқуға береміз. Ал балалар, қазіргі біздің өздерінің білетін ақын жазушылардың өлеңдерін Ахмет Байтұрсынұлының, Мұхтар Әуезовтің мерейтойларына орай өздерінің білетін кез келген өнер тағы да басқа өлеңдерінен үзінді оқу. Ол мәнерлеп оқыған кезде өлеңді нақышына келтіріп, әдемілеп, мәнерлеп айту керек. Ал балалар, кім дайын? Оқушысынан бастайық, Нұрғали Аягөзден бастаймыз. Асықпай әдемілеп айтамыз. Балалар оқуға бар жақтан қарап, жуынып киімінде шапшаңырап, шақырды тауық мана әлде қашан қарап тұр терезеден күн жылтырап. Сынып оқушысы Бекболатұлы Али Нұрғалиевтен берді. Анама хат. Даусын шығарып оқи береді. Қарағым дұға көйем, қамқор анам, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді хат та қалам. Адамдық тихарысы,
Адамдық диқаншысы қырға шықтым. Көлі жоқ, көгалы жоқ, қырға шықтым. Арман, азамат боп мен ертең, ауылымды көгертем. Біздің қазған каналға канал болмас келердім. Жерім жұмақ болады, бұлт мақта болып қонады. Бір пұшпағы шөлейтін ақ күрішке тұшпақтым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кегін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ғы сынып оқушысы Келдібек Айзере. Мұқағали мұқатаев, шеше сен бақыттысың. Шеше, сен бақыттысың, жыламағың. Жөн түсіп жатқанда да құламағың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның. Сондықтан жыламағың. Балалар оқуға барып жатпағын. Оқушысы Мұқағали Айзере. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Оған берем ойымнан алтын кеңін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Жарайсыңдар балалар, керемет. Ал ендігі кезеңіміз сұрақ жауап. Ал балалар, мен сұрақты оқимын. Сұраққа дайынбыз ба балалар? Ал олай болса мен сұрақты оқимын. Нұржан Момышұлы кім? Алина. Ол отан соғысына қатысқан, қолбасшылығына әскерін басқарған. Дұрыс. Жарайсың. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Ақынның өлеңі. Қай ақынның өлеңі? Абай Құнанбаев. Бірінші кім көтерді, иә? Айзере көтерді. Дұрыс жауап берді. Бесінші сұрағымыз қазақтың үш биі. Жансая бірінші көтерді. Әйтеке Төлеубек Қазыбек. Дұрыс. Керемет жауап, дұрыс. Алтыншы сұрағымыз Ахмет Байтұрсынұлы қай жылы туылған? Айта ғой. 1873. 72, дұрыс. Жауап қабылдана, дұрыс. Жетінші сұрағымыз Мұхтар Әуезовтің қандай шығармалары бар? Жансая. Абай жолы. Дұрыс. Көксерек. Дұрыс. Қараш оқиғасы. Дұрыс. Сегізінші сұрағымыз қазақ әліппесі мен қазақ тілі оқулығының авторы кім? Алина. Ахмет Байтұрсынов. Дұрыс. Дұрыс жауап берді. Десек те жаңа өмір, жаңа заман, жақсы ғой бірін-бірі бағалаған. Түйсіксіз тайлақтардан сақта Құдай, тайраңда алдарына қарамаған. Қарағым, ата-бабаң момын халық, өтіпті бір-бірінің жолын бағып. Өсиетін бабаңның орындай сал, одан ешкім кетпейді тоныңдалып. Деп Мұқағали ағамыз айтқанда ендігі кезекті мақал мәтелді жалғастыруға келеміз. Мақал мәтелді оқушылар, мақал мәтелді мен бірінші несін айтам, бірінші қатарын келесі оқушы жалғастырады, иә? Жалғасын табамыз. 7 түрлі білім біл. Кім? Айзере қол көтерді, иә? 7 түрлі білімбіз, 7 жұрттың тілін. Мектеп кеме. Айта ғой. Мектеп кеме білім теңіз. Жарайсың. Көзде, жарайсың. Қазір қандай мезгіл? Көз мезгіл, иә? Ал балалар, біздің қазіргі күз мезгілінің соңғы күндері, иә? Сендерге алғанына күздің суреті беріледі. Сол күздің суретіне қарап, 4 сөйлемнен тұратын шағын эссе жазамыз. Ал енді ол қорытындысы бойынша бүгінгі сайыста мынау 4 кезеңнен тұрған сайыста қысқа ғана айтып өтейік. Мына Келдібек Айзере қызымыз бас жүлдені алды. Бірінші орынды Төлен Айсара қыз алды. Мұхтамұрат Балжан қызымыз ол 2-ші орын алды. Келді. Бақтыбай Жансая қызымыз 3-ші орынды алды. Ал енді мынау Нұрғали Аягөз, Бекболатұлы Әлинор, Абдуалиева Гүлназ және Ауызхан Даниел, сендер мына бүгінгі сайыстың ерекше номинациясымен марапатталатын боласыңдар.